қатысы жоқ ол мейрамның. Көрдіңіздер ме, Құрбан айтта, Ораза айтта, сіз праздникім деп келіп тұрған сол ұлттарды көргенсіздер ме арамызда? Басқа дін өкілдері келе ме арамызға? Мейрамдарыңмен енді. Әйтеуір бәріміз бір шаңырақтың астында өмір сүріп жатырмыз ғой. Мейрамдарыңмен деп келе ме солар арамызға? Келмейді. Өйткені олар біліп тұр. Бізге қатысы жоқ ғой олардың Құрбан айттары дейді. Олардың Ораза айт мейрамы бізге қатысы жоқ дейді. Солай емес пе? Сол үшін бауырлар, біз анықтап алайық мұсылманның мейрамы қай жақта екендігін. Мейрамға келетін болсақ, міне Аллаға шүкір тауба, әр апта сайын мейрамымыз бар. Ол қандай күн? Жұма күні. Міне сайдыл аям, күндердің сұлтаны. Ал егер түнде сондай мейрам керек болса, ол қадір түні. Қадір түні. Бала шағамызбен дастархан жайып, тілегімізді айтып, Аллаға жалбарынып, дуаң қабыл болатын түніме бойда таң атқанға шейін деп айтты Алла субхана ва тағала. Егер түн керек болса, күндіз керек болса, Құрбан айтың бар, Ораза айтыңыз бар, Аллаға шүкір. Сол үшін бауырлар, біз жаяу емеспіз. Аллаға шүкір, мұсылманға Алла тағала үйіп төгіп еселеп беріп қойған біздерге. Айтқымыз тұрғаны, сен неге елка алып жатсың үйіңе? Әңгіме осы ғой.